Aрақ. Алла Тағала не деді бірінші? Оның пайдасы бар деді, бірақ зияны пайдасынан көп деді. Бірінші аятта, дұрыс па? Одан кейін арақ ішкен күйде намазда тұрмаңдар деді. Өйткені қателесіп қалып жатсыңдар деді Алла Тағала. Үшіншінде болды, рижисің деді, боқ деді ғой. Нәжіс деді ол. Жоламаңдар деді, болды, харам болды деді. Көрдіңіздер ме? Жайлап әкелді, соңында не істеді? Басында демек не істеп сахабалар? Ішіп жүрді, соң біреулер ішіп жүр дейді. Құранда аятта іштен қылмайды, пайдасы бар, бірақ зияны. Ақымақ. Мына оқысай пайғамбардың өмірбаянын. Қалай харам болған. Қалай харам болған біліп алсай арақтың. Іше берсең болады екен, просто зияны көп екен пайдасынан дейді. Бұлай пайдасы бар екен деп қояды, ішіп жүргендер айтады. Негізі пайдасы бар дейді. Өйткені аятта айтып тұр дейді. Бірақ зияны көбірек екен дейді. Уммул хабаис деді ғой пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бүкіл жамандықтың кілті бұл арақ деді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Көрдіңіз ба? Ақырында келді, ана аяттардың барлығын істеді, күшін жойды да соңында Аллах харам деді, болды.